Өткен видеода сіздерге тарихтағы ерекше жануарлар жайлы айтқан болатынмын. Сол видеода Рин-тин жайлы аз ғана шолу жасаған болатынбыз. Ал көрермендер Рин-тин жайлы толықтай видео жасағанымды қалады. Сәлем достар, ендеше Рин-тиннің өмірімен таныс болыңыздар. Дункан соғыс басталмас бұрын овчарка асырап, оны біраз нәрсеге үйреткісі келген. Дункан есімді азамат Беттидің екі күшігін асырап алып, оларға Рин-тин және Нинетта деген есім берген. Нинетта соғыс біткеннен кейін өлген. Бұл есімдер француздықтардың бойтұмары болып есептелген екі қуыршақтың атына байланысты қойылған. Рин-тин мен Нинетта кезінде үлкен жарылыстан аман қалған. Содан кейін француздықтар қолдан қуыршақ тігіп, оларға Рин-тин және Нинетта деген есім беріп, өздерінің туысқандарына қорғап жүрсін деп берген екен. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Рин-тин Дунканның әскери жасағына көмектесіп жүрген, біраз ерлік жасаған. Кейін соғыс біткен соң иесі Дункан Рин-тинді әртүрлі телешоуларға қатыстырған, біраз жүлделерге ие болған. Бірде сондай шоулардың бірінде Рин-тин 350 метрлік барьерді секіріп өтіп, бәрін таңғалдырған. Сол шоудан кейін кинопродюсер Чарльз Джонс Дунканға Рин-тин туралы фильм түсіруге ұсынған. 1922 жылы Дункан керек кезінде керек жерде пайда болған. Толығырақ айтқанда, Warner Bros. Компаниясы біраз шығынға батып, жабылып қала жаздаған. Олар киноға қасқырмен болатын қойылым қосқысы келген, бірақ ол қасқыр режиссердің талаптарына бағынбаған. Дункан қасқырдың рөліне Рин-тинді ұсынған. Қорытындысында Человек из адской реки фильмі үлкен жетістікке жеткен. Ал Рин-тин бастауыш актер болса да рөлін үздік ойнап, сенсация жасап, Warner Bros. Шығынынан аман алып қалған. Рин-тин содан кейінгі қасқырдың рөлін 1923 жылы «Там, где начинается север» атты фильмде ойнаған. Кейін «Тени севера», «Стычка волков», «Охотники» фильмдеріне түскен. Рин-тин шамамен 26 фильмде ойнаған. Америкадағы Аллея даңқы жұлдызында алған. Ол танымал болғаннан кейін оның суреті ашық хаттарда да болған. Ойыншықтары да шыққан, комикстердің қаһарманы болған. Күн сайын мыңдаған жанкүйерінен хат келген. Ал Джеймс English оған арнап Рин-тиннің тарихы деген кітап жазған. Ол өзінің кітабында Дунканның әйелі ажырасқысы келгенін жазған, себебі Дункан әйелінен гөрі итке көп уақыт бөлген. Рин-тин 1932 жылы қаза тапқан. Оның өлімінен кейін Дунканда Рин-тин 2, Рин-тин 3 есімді иттер қалған. Оның бәрі Беттидің ұрпақтары. 1950 жылы Рин-тиннің ұрпақтары «Приключения Рин-тин» атты сериалға түскен. 1932 жылы Рин-тиннің қазасынан кейін 2 жыл өткен соң, оның денесін туылған жері Францияға жеткізген. Қазір Рин-тиннің моласы Еуропадағы бірінші жануарларға арналған зиратта жатыр. Ол жерде танымал жануарлар мен танымал адамдардың жануарлары жерленген. Қазіргі таңда Техаста Рин-тинге арналған мұражай да бар. 2016 жылдың наурыз айында жоғалып кетті деп есептелінген «Гонка на выживание» атты Рин-тиннің қатысуымен түсірілген 1928 жылғы фильм Нидерландыда табылған. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған мен FT Fury Кликбас каналынан. Видеоны лайк басыңыздар, каналға және ВКонтактедегі группамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Аман сау болыңыздар.